жүйрік тазы жеті қазынаға жатады. Тазы ежелден қазақтың тамағын асырауға да қолғабыс қылып аң аулауға бірге шығып адамның ажырамас серігі болған. Қазірдің өзінде иттер үйімізді күзетіп достық ниетінен таймай келеді. Олар бізге адал, ал біз оларға дос бола алып жүреміз бе? Ит туралы не білеміз? Иттер өзін құшақтағанды ұнатпайды, оны адамның өзін басынуға деп түсінеді. Олар да адам сияқты шынайы күле алады, тек ха-ха-ха деу орнына х-х деген дыбыс шығарады. Күшіктердің көзі туғаннан бір ай өткеннен кейін ғана дұрыс көре бастайды. Күшіктерде 28, иттерде 42 тіс болады. Итіңізді шоколад беріп еркелетпей-ақ қойыңыз. Оның құрамында жануардың орталық жүйке жүйесіне у болып тиетін зиянды заттар бар. Әлемде иттің 703 породасы бар. Иттер 250 сөзбен қимылды есінде сақтай алады. Тіпті 5-ке дейін санап қосу алу секілді қарапайым есепті шеше алады. Оның зеректілік деңгейі 2 жасар баламен бірдей. Адамға қарағанда иттер дауысты 10 есе жақсы естиді, ал иісті 100 мыңнан есе жақсы сезеді. Тіпті өткен өмірінде сезінген иістер де есінде қалады. Ит асырайтын адамдар басқаларына қарағанда 66% көз қозғалатын көрінеді. Жаңбыр жауғанда иттердің тазалайтын жер іздеп жүгіріп жүргенін көреміз. Олар су болып қалудан қорықпайды. Жаңбырдың дауысы сезімтал, құлағында кері әсерін тигізуінен сақтанады. Олар біздің эмоциямызды түсінетін бір жануар. Оған көз жүгірте бір қарағанның өзінде қуанып тұрғаныңызды, мұңайғаныңызды, ашуланғаныңызды, ұялғаныңызды бірден сезе қояды. Иттер 250-ге дейін сөзді және ым-ишараны түсінеді, және 5-ге дейін есептеп қарапайым математикалық мәселелерді шеше алады. Интеллектуалды түрде олар 2 жастағы баланың деңгейінде. Иттер құшақтағанды ұнатпайды. Олар үшін бұл басымдықтың белгісі, сондықтан итті құшақтай беруді доғарған жөн. Иттер ультрадыбыстық ысқырықтарды ажыратады. Мұны білген Пол Маккартни шотландиялық овчаркасына арнап «Дені жизни» әнінің соңына осы дыбысты жазған. Ежелгі Қытайда императордың соңғы қорғау желісі пекинес тұқымды кішкентай ит болған. Ол киімінің жеңінде жасырынып, қауіп төнген жағдайда секіріп шығып, қожайынның дұшпанына шабуыл жасаған. Кембридждің колледжінде оқып жүрген лорд Байрон иттің оқу орнына кіргізбей қойғанда, оның орнына қонжық әкелген. Иістің қайдан шығып тұрғанын анықтау үшін иттің мұрны дымқыл болу керек. Чипі бар. Қарғыбау алғаш рет ежелгі Грецияда ойлап табылады. Оны иттердің мойнын қасқырдың шабуылынан қорғау үшін қолданған. Егер итіңізден чипсінің иісі шықса, ол чипси ұрлап жеді деген сөз емес. Ғаламда деген феномен бар. Иттің аяқ-қолында
бактериялар көп жиналып қалса одан жүрегінің дәмі бар чипсінің иісі шығады. оған себеп серуендеп келгеннен кейінгі гигиеналық ережелердің сақталмауында. атты боксшы ит деп аталатын қаз бүкіл жұрт сүйсінген айрылмас достар. ит апатқа түсіп соқыр болып қалғаннан кейін қаз екеуі достасып кетеді. қаз оған аяғынан тұруға көмектесіп соқыр досын жетектеп жүрді. иттері қаңғылтып бағыт береді және ешқашан оны жалғыз қалдырмайды. шын мәнінде иттер ішеді, тілін қасық тәрізді қайырып жоғарыға емес төменге қайырып ішеді. күшікте 28 тіс, ал ересек иттерде 42 тіс болады. үлкен иттің жүрегі дәл адамдікі секілді. сондай-ақ тыныш жағдайда иттің жүрегі минутына 60-тан 100-ге дейін соғады. сондай-ақ тыныш жағдайда иттің жүрегі соғады 100-140-қа дейін жетеді. иті бар адамдардың 72% жануарлары дауылды алдын ала болжай алады деп есептейді. тамаша есту қабілетінің арқасында иттер ауа райын болжай алады. олардың есту қабілеті адамдарға қарағанда 10 есе артық дамыған. итте 3 жұп қабақ болады. үстіңгі, төменгі және көзді майлап қорғайтын мембраналық қабық. иттерде 1700 дәмдік рецептор болады. салыстырып қарайтын болсақ, адамда 9000 дәмдік рецептор бар. иттер иісті адамдарға қарағанда 10 мыңнан есе артық сезеді. тәттілер туралы айтатын болсақ, шоколад иттер үшін қауіпті. онда орталық жүйке жүйесі мен иттің жүрек бұлшықетіне әсер ететін теобромин бар. адамда бұл зат энзимдерді бұзады. есіңізде болсын, иттің ойынша сіз топтың көшбасшысысыз. иттер инстинктивті түрде кез келген іс-әрекеттің алдында көшбасшының мақұлдауын күтіп талап етеді. иттер адамдар сияқты жылдам тамақтанғанда немесе ішкенде ылқылдайды. адам баласы секілді чихуаулар да жұмсақ жермен еңбекпен дүниеге келеді. яғни оның бас сүйегінің үстіңгі бөлігі сәбилердікі секілді жасына қарай қатаяды. олар судан үнемі құрғақ шығады. соның ішінде ньюфаундленд